Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ақиқат және жалған пікір. Бүгінгі сабақта сендер ақиқат және жалған пікірлерді ажыратасыңдар. Ақиқат және жалған пікірлер құруды меңгересіңдер. Балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара. Суретте бейнеленген жануарларды қандай топтарға бөлуге болады? Дұрыс айтасыңдар. Жабайы жануарлар және үй жануарлар деп екі топқа бөлуге болады. Енді балалар, осы суретте бейнеленген жануарларға байланысты бірнеше пікір берілген. Суреттерді пайдалана отырып, әр пікірдің ақиқат немесе жалған екенін анықтаймыз. Суретте тек үй жануарлары бейнеленген. Балалар, бұл пікір ақиқат па, әлде жалған ба? Жалған. Өйткені суретте үй жануарларынан басқа да жануарлар бар. Келесі балалар, суретте тек жабайы жануарлар бейнеленген. Балалар, бұл пікірде жалған. Себебі суретте тек жабайы жануарлар ғана емес, үй жануарлары да бар. Енді балалар, соңғы пікірге назар аударайық. Суретте жабайы және үй жануарлары бейнеленген. Балалар, бұл пікір ақиқат па, әлде жалған ба? Дұрыс айтасыңдар, ақиқат. Неліктен? Себебі суретте жабайы жануарлар да, үй жануарлары да бейнеленген екен. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, пікір дегеніміз өмірдегі заттар мен құбылыстар туралы көзқарас, пайымдау. Ол ақиқат, яғни шындық, немесе жалған, яғни шындыққа жанаспайтын болады. Енді оқулықтарыңдағы үшінші тапсырмаға қараңдар. Әр пікірді оқып, оның ақиқат немесе жалған екенін анықтаймыз. Аю жабайы жануар. Бұл қандай пікір? Әрине, ақиқат пікір. Сілеусін үй жануары. Бұл жалған пікір ме, ақиқат пікір ме? Дұрыс айтасыңдар, жалған пікір. Қазақстанда кірпі тіршілік етпейді. Бұл қандай пікір? Жалған пікір. Сиыр сүт береді. Әрине, бұл ақиқат пікір болып табылады. Келесі, ит үйретуге көнбейді. Бұл қандай пікір? Дұрыс, жалған пікір. Жарайсыңдар балалар. Енді өз беттеріңше ақиқат немесе жалған пікірлер құрастырыңдар. Балалар, төртінші тапсырмаға назар аударыңдар. Сырым ауылда тұратын достарынан үйлерінде қандай жануарлар барын сұрады. Олардың жауабын кестеге орналастырды. Кестені пайдаланып, ақиқат және жалған пікірлер құрастырыңдар. Мысалы, Арманның үйінде ит, мысық, қой бар. Бұл балалар ақиқат пікір. Мирастың үйінде мысық пен ешкі бар. Бұл жалған пікір. Динаның үйінде жылқы мен қой бар. Бұл жалған пікір. Осы секілді пікірлерді кестенің көмегімен құрастырып, оның ақиқат немесе жалған екенін қасына жазып кетіңдер. Сонымен балалар, бүгін сендер тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екенін анықтадыңдар. Ақиқат немесе жалған пікірлер құрастырдыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.